Soğan öğretmen kencerek деген жігіттің жазғаны. Жүрегім бұрады, қаладың құрақты сөзсізгесін білмейді. Ол жүрегімге бөлек донор болып бірігесен оң жақ жүрегінде соған ғана айтады, одан басқа жерде бұл айтылмайды. Айтайын дегені бүйрегі хабар агенттігінде бүйрек бұрып тұрғаны ғой, бір айтайын дегені сол бірдеңеге бүйрек ықыластану соны айтайын деп тұр. Бүйрегімді деген кәдімгідей сен операция келсін, бір ауру адамға өзінің сау бүйрегін білген деген айтылады. Одан басқалар. Екінші сөйлемді оқыңдар. Дауыстамайтынын ойладыңды. Bundan başka ben aytma, әріп қатерінде емес, әңгіме мағынада әріп қатері итак кетпе керек, оның теппе жаңағы Қазбаның әбейір берсін дейді да дейді. Жарайды. Ол жерде әуештік пен әбейір берсін деп тұрған сияқты. Бірге берсін деп әуештік әйтеуір тұрмай жарайды. Әйтеуір бір әуештік әйтеуір берсін. Әуештікпен бір әуештіктен кейін әйтеуір данжаққа келіп өтпай әйтеуір әбейір берсін деп та жарайды. Одан басқа текеме ешқашан төңкерілмейді. Аударылады тағы да. Ыдыс төңкеріледі, қуыс нәрсеге төңкеріледі. Қазаннан басқа қазан төңкерілу жаман ғой, ыдыстар төңкеріледі. Текеме аударылады, тегіс нәрсе төңкерілмейді, аударылады. Бұлай қуыс нәрсе төңкерілу болады, аударып төңкеріп дегенде сен нені. Текеметте біз оны төңкере алмаймыз. Тағы да мысал келдік, қалпылымшылығы. Bütün jurnalistler de icazə verir. Айтады баста. Айтысы қайда? Мұндай да қазақ айтады. Қазақ мұндайды айтады соңғы жағынан сөйтіп. Жарайды. Мұндайда қазақ бірдеңке деп айтады. Сөйлем жүз салды, бірақ оқысаңыз ше? Адамның Адамның аласы құласы болмайды. Адам аласы ішінде Аласы тыңдағаны. Адамның аласы деген жоқ. Ол малға қатысты. Адамның көрініш қашан адамның аласы бар, құласы бар деген жоқ. Не, анасы да жоқ, адам аласы ішінде, мал аласы ішінде. Малдың ғана, жылқының ғана аласы бар, құласы бар. Адамда ешқашан аласы мен құласы болмайды. Әне, ғұндарды ұспайдан ба, ғұндарды әншейін бейдалға жаза беру. Thank you.